Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сосиску тесте жасап рецептісімен бөлісетін боламын. Жұмсақ тойымды болып шығатын сосиску тесте жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 100 грамм маргарин, 3 дана жұмыртқа, 250 грамм қайнақ су, 15 грамм дрожж, 8 грамм тұз, 25 грамм құм шекер және 800 грамм ұн қажет болады. Ең алдымен маргаринге қайнақ суды қойып, маргаринді ертіп аламыз. Осылай венчикпен араластырамыз. Маргарин толықтай еріген кезде 3 жұмыртқаны салып араластырамыз. Енді дрожж, құм шекер, тұзды саламыз. Үшеуін араластырып, азғантай уақытқа қоямыз. Дрожж ерігеннен кейін ұнды салып, қамырымызды илейміз. Мен мына жерде сіздерге айтылған мөлшердегі ұнды елеп дайындап қойғанмын. Енді осылай қамырымызды жасаймыз. Барлығын граммен салсаңыздар, қамырларыңыз тура осылай шығады. Қамырымызды жасап болғаннан кейін бетін орап, жылы жерге қойып қоямыз көтерілу үшін. Мінекей достар, қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны 35-40 граммнан бөліп тастаймыз. Осылай бөлінген қамырларды қолмен шарик қып жасап қойсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Шариктерді жасап болғаннан кейін бетін жауып демалсын деп қойып қойдым. Енді сосисканың сыртын тазалап аламыз дағын. Бір сосисканы екіге бөлеміз. Қамырымыз айтарлықтай демалды. Енді осылай жайып аламыз дағын, сосискаға ораймыз. Достар, менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Маған қазір сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Сосисканы қамырмен ораған кезде, орап болғаннан кейін қолмен осылай жасап жіберсеңіз, арасы ашылмайды. Мінекей барлығына қамырмен орап болдым. Енді кішкене демалу үшін тағы да бетін жауып қойдым. 10 минуттай. Енді печкеге листті дайындап, печканы қосып қоямыз, 200 градусқа қоямыз. Егер сіздерде әсел печка болса, сәл төмендеу қоямыз, өйткені қатты қызып кетуі мүмкін. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжітін себіп осылай пісіріп аламыз. Духовкаға салар кезде арасын ашық қойыңыздар, өйткені сосиску тесте духовкада әлі де үлкейеді. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ осындай керемет сосиску тесте дайын болады.